кезінде емдеген. Қарақаттың жаңа сығылған шырынымен адам ағзасындағы зат алмасуды реттеу үшін күн сайын бір стаканнан 2-3-ке бөліп ішіп отырса пайдалы екенін уақыттың өзі көрсетті. Қызылқат және қарақаттан жасалған қоймалжың тұнбамен асқазан ішек жолдарының ауруларын, асқазан сөлінің кеміп кетуін күн сайын 200-300 грамм таза шырынмен емдейді. Суықтан тұмау тиіп, тыныс жолдарының жұмыс қабілеті төмендеп кеткен жағдайда 2 ас қасық қарақат жемісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, тағы да 10 минут ақырын қайнатады. Жарты сағат бұқтырады. Осыны астан 15-20 минут бұрын әр жолы 2 ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет. Бір емделу барысы 15 күн. Жапырақтар мен жас бұтақтары өт жолдарының тасын түсіретін шөптерге қосылады. Бұл жемістердің ешқандай оты болмағандықтан қалағанынша жеп, қалағаныңша істеуге болады.